Жануарлар және өсімдік жасушаларының митоздық бөлінуінің негізгі айырмашылығы жоғары өсімдіктерде центриольдердің жоқ болуы. Демек, митоз барысында жасуша полюстерінде астросфераның жоқ болуы. Дегенмен өсімдіктердің жасушаларында митоздық ұршық пайда болады. Алайда ол жануарлар жасушаларының митоздық ұршық жіпшесінен ерекшеленеді. Өсімдіктерде жануарларға қарағанда цитокинез жасушаның ортасынан сыртқа қарай қарама-қарсы бағытта жүреді. Диктиосома жасуша экваторында жасушалық тақташа жасайтын көпіршіктер түзеді. Тақташа қалыптасқаннан кейін оны жасунақ жабады және жасуша қабырғасы пайда болады. Жануарлардың жасушасында цитокинез жасушаның орта жағының шетінен басталады. Ол экватор деп аталады және ішке қарай бүгіледі. Себебі жануарларда экватор жасушаларын қоршап тұрған және цитоплазманы қысатын бөліну ойыстың әсерінен жүзеге асырылады. Соңғы 100 жыл ішінде жоғарғы эукариотты ағзалардың тіршілік циклі ұзақ мерзімді, күрделі диплоидты фазадан және қысқа қарапайым гаплоидты фазадан тұратындығы дәлелденді. Бірақ осы қарапайым гаплоидтық фазаның болуы өзгеріп отыратын қоршаған ортада осы ағзаларға артықшылық беретін жаңа пайдалы қасиеттерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Ұрпағының ата-анасына ұқсауы, бірақ бірдей болмауы осы гаплоидты фазамен тікелей байланысты.